Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің Әлихан Бөкейхан атындағы 76-шы мектеп кітапханасы назарларыңызға қазақ поэзиясының хан тәңірі Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толуына байланысты «Жырлайды жүрек» атты әдеби сазды кешті ұсынады. Хан тәңірінің мұзбалағы ақиық ақын, тау тұлғалы талант, дарынды дарабоз, ғасыр ақын атанған миллион сырлы сезім иесінің інжу маржандарын шаш оқып шашамыз. Үй тұрар шумақтарын тұрсаң қалап, өлеңдері өзіңдей жайсаң ғажап, азамат, рақым боп, ұлақым боп, қайта туған ұлыңды қарсы ал қазақ. Поэзия менімен егізбедің дегендей, поэзия сен үшін деп, әдебиет патшалығының ғажайып ханзадасы һәм бірегей сардары ретінде салтанат құрған Мұқағалидың құдіретті өлеңдері халқының жүрегінде. Шынында Мұқағали бойындағы арман мақсатын, тамаша талантын жұртына арнаған. Менің мақсатым сырласамын, сыры бар замандаспен мұңдасамын, асыққан уақытпен адымымды абайлап, анда-санда бір басамын десе, енді бірде өлмеу үшін, құлқынды жемдеу үшін, мендағы өлең жазбаймын ермек үшін, жаздым үлгі жастарға бермек үшін, абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін деп тебіренеді. Иә, жырыменен жүректерді тербеген, жан жарасын талайлардың емдеген, мөрі болған 20 ғасырдың Мұқағали сынды ақындар кемде-кем. Ақиық ақын 1931 жылы Алматы облысы Нарынқол ауданы Қарасаз ауылында дүниеге келген. Балалық шағы Отан соғысымен тұспа-тұс келді. Ақын ерте сейді, еңбекке ерте араласты. Ақынның тұңғыш өлеңі 1948 жылы Нарынқол ауданында Советтік шекара газетінде жарық көрген еді. Ақынның шығармалары негізінен елге, туған халқына деген сүйіспеншілігін, махаббатын, өмірге деген құштарлығын жырлауға арналған. Мен бақыттымын, бақытты жерде туылдым, айналайын Қарасаз қасиетінен суының. Сенің әрбір бұлағың, менің әрбір қан тамырым емес пе, қасиетті тұрағым қасиетінен суыңның деп тереңнен толғайды. Қазақстан деген өлеңінде Қазақстан, пай ардағым ай, сен менің шолпанымсың жанған ұдай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым арманым ай деп еліне, отанына деген сүйіспеншілікті жырлайды. Ақын қалам тартпаған тақырып жоқ. Жұрсүйер қауымның Мұқағали поэзиясына деген құштарлығы толастаған емес. Ол аудармашылық, сатира, драматургия саласында қалам тербеді. Ән сал, жаным, әніңмен тербет мені деп өз айтқандай әрбір өлеңі кеше жыр болса, бүгін күні әнге айналып әлемді тербеп тұр. Мұқағалидың поэзиясы сәулелі сезімнің сыңғырлы үні, жүрек дүрсілі һәм қоңырауы. Ол жаңару мен түрленудің, нәр берудің құралы. Мұқағали, ақынмын деп мен қалай айталамын, халқымның өз айтқанын қайталадым, көпі күйген қазақтың қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарамын десе, оқырмандар ұстап мінген тұлпардың тұяқтысын, талмай жазған ән жырдың шуақтысын, өз халқының мұңзарын, арман әнін бәрін жазып кеткен сен сияқтысың. Ақынның аманат жыры жинағы 2000 жылы мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Бүгінде Мұқағали ақынның жыр жинақ кітаптары бойынша 1834 өлең, 19 поэмасы бар екені анықталып отыр. Мұқағалидың өлеңдерін жыр қауым іздеп жүріп оқитын болды. Қолына алған әрбір қазақ оның өлеңдерін жатқа біледі. Ақын өлеңдеріне 100-ден астам әндер жазылды. Поэзия тынысын өзінше кеңейткен, қазақы формалар мен бояуларды сақтай отырып, шекпен жауып қайтарып, жаңа леп, жаңа үн қосқан, соны соқпақ салған, өзінше өрнек ойған Мұқағалидың таудай тұлғаға айналарына күмән келтірмей. Ол және оның поэзиясы туралы жылы лебіз, қонымды пікір білдірген замандастары көп болды. Соның бірі асқаралы ақын Әбділда Тәжібаев. Мұқағали Мақатаев біздің замандағы ғажайып ақындардың бірі. Мақатаевтың атына ақындық жарқын жүзіне
Миллион адам миллион түрлі пікір пайымдаса да, бір кіреуке көлеңке түспей келешекке қарай керуен түзеп көше бермейді десе, лирик ақын Тұманбай Молдағалиев қазақ жырының аспандағы аз ғана жұлдыздардың арасынан сенің жұлдызыңды біз оңай тауып едік. Сенің жұлдызың ең шұғылалы, ең мейірімді жұлдыз еді дейді. Қазақтың ақын қызы Фариза Оңғарсынова Мақатаев бұл жалғанға қалдырған жарық сәуле. Жырлары халқының басын құрап, елдік пен бірліктің, рухани тұтастықтың байрағына айналып отыр деген екен. Мұқағали қазақтың саңлағы, Мұқағали ән жырдың шаңырағы. Шырқалғанда жырлардың жаным толқып, жүдеу тартқан көңілім жадырады. Иә, Мұқағали мәңгілік өмір, ақын мұрасы, маржан поэзиясы мәңгілік. Болашақ ұрпақтың еншісі, қастерлеп қадірлейтін мұрасы. Ақын көкірегінен қана ағылған жыр жанартаулары өлең құмар халыққа таусылмайтын сый. Ол мол қазына болып қала бермек. Ақынның сөз өлмесе, өзі де өлмегені. Ақынға шын жыр үшін туылған шалқар едің, шындық үшін туылған арқал елдің. Шындығыңды ұмытар кейбіреулер, шын жырыңды ұмытпас дарқан елің деп жыр жолдарын арнаймыз. Мұқағали Мақатаев, ей өмір, дүниенің ағында, қарасында, мұңқ етпейсің қабылдап аласыңда, қарасымен шамам жоқ таласуға. Ей өмірім, зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпіні барасында, желігесің, түсесің қара суға. Құйын қуған қаңбақтай аласұра, ей өмірім, сымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоғыған аласымда. Мені тастап толқындар ағасың ба? Толқынданып өмірім барасың ба? Шаң шығар бізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйын далам мен сенің, бұйырмаған. Мұқағали Мақатаев, интернатым мектебім. Оқимын одамда интернат мектебім. Азамат болғанша аларым көп менің. Аяулы мекенім, оқимын жетемін. Туған жер кейде сағынып кетемін. Сағындым ауылды, бауырайын тауымның. Қолымнан жем берген қозымды сағындым. Осындай ержетем, отаным кең мекен. Еңбекпен әніммен елімді тербетем. Интернатым мектебім, жадыраған көктемім. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Ағайын ақын Мұқағали Мақатаев атамыздың 90 жылдығына орай нөмірі 76 мектептің 11-ші А сыныбынан сіздерге ағайын ақын Мұқағали ағамыздың есіңе мені алғайсың әнін қабыл алыңыздар. Анашым, асыланым, есіланым, ежіреп, ісіргеймін, ісіме алам. Мен үшін сен суатқан әқ сүтінді, ақтамасам, боп жүрмін, ісіне адам. Нұр-Сұлтан қаласы Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 76 мектеп лицейінің
2-ші сынып оқушысы. Әмірбек Ералы, Мұқағали Мақатаев отан туралы өлеңі. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқақтау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықты, боз торғайы бол оның шырылдаған. Отан, отан бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Мұқағали Мақатаев, ана сен бақыттысың. Ана, сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағың, жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой қасыңдамын. Өлмеймін мен өзіндей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағың, байырғы берекемді қашырмағың. Мен сенің қанықпын ғой көз жасыңа, өзім кепіл тот басып тоз басыма. 2 жыр жазсам саған бірін арнап ана деп жаздым ғой сөз басына. Тәңірім, кеше көрсін кесірімді, аспанға жазам сенің есіміңді. Ана, сен бақыттысың, тербете бер Құбат алдан иелген бесігімді. Нұр-Сұлтан қаласы номер 76 мектеп лицейдің 3 асылын оқушысы Асқар Арлан Мұхтарұлы. Мұқағали Мақатаев, дос болам десең. Дос болам десең, досымды сыйла қымбаттым. Досына сонда, досыме ғана қымбатпын. Дос болам десең, мендегі доспен достаспын. Сендегі доспен дос болып сында тұрмақпын. Достар көп пе? Апырау, неткен жақсы едің, досым аз менің. Досым ал менің тапшы емін. Достар менен достастыр мені асылым. Достастыр мені буайын қолы нақ сенің. Достыққа жүрмін құмартып, өлгеле жүрмін, өзіме өзім мың артып. Жалғыз барып жанына уәзір болғаннан, достарыма барып, ауасында өлге мың артық. Мұқағали Мақатаев, ақ кимешек. Әже, сен бірге жүрсің менен, өлігемен өзіңді телімеген. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Өңі түсі өзіңнен бір алмайды, немересін ертпесе жыр алмайды. Таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі көзіме оттай басылып алаулайды. Әппақтығы ұқсайды әрініңде, әжіміңде алмайды тәліміңде. Әлемдегі әженің бәрі бірме. Әже, сен тірекенсің әлі күнге. Мұқағали Мақатаев, отан, 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 сен болмасаң нетерем, мәңгілікке бақытсыз боп өтерем. Өмірден бұл өксу менен кетерем. Құс ұясыз, жыртқыш үнсіз болмайды, отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін қорлайды да сорлайды, тірі адамға сол қайғы. Күндер өтер, әкесіз де анасыз, өмір сүрер әйелсіз де баласыз. Ал отансыз, нағыз сорлы панасыз. Білесің бе, отан сен не екенін? Екі өмір жоқ, әрине жоқ екі өлім. Екі отан жоқ, жалғыз отан мекенің. Мұқағали Мақатаев. Не сыйлайды, не береді күлер күн, не де болса тірі тұрсам көрермін. Желідегі құлынымын мен елдің, көкендегі қозысымын мен елдің. Не сыйлайсың, несін берсін ел маған, тұршақ екен елім даман мен даман. Таулар менің таусылмайтын бақытым, ал арысым ұлан хайыр кең далам. Не істемекпін алтын гауһар жақытты,
оларды іздеп өткізбеспін уақытты. Мен бақытсыз бола қойман сірада, туған елім болса екен бақытты. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақыттым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақыттым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақыттым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсын ба, ойланбай-ақ келді отан. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Бақытбек Ақзере Мейрамбекқызы. Нұрсұлтан қаласы Әлихан Бөкейхан атындағы номер 76 мектеп-лицейінің 4-ші сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаев: әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі келгенде тасып талам, кезі келгенде жасып қалам. Мына өмірге бәрі ғашық балам, құралақан емеспін қуаныштар алдымнан құрақ ұшқан. Бір арыстан өмірмен өткенімен, өмір сүріп келеді тірі арыстан. Өкінбе әке, отың бар сөнбейтұғын. Ол мәңгілік жанада көрмейтінім, ұрпағың бар ел менен ер намысын, түрі тұрса қолыңнан бермейтұғын.